Мұның бәрі менің басыма тыңқиып тойып алғаннан кейін келген ойлар. Аш қарынға данышпан болып жетістірмейсің. Шомылайын деп өзенге келе жатырмын. Күн көкжиекке төніп барып қалса да, ыстық әлі қайтпаған. Иығым мен шекемнің бір жағын қарып, күйдіріп барады. Төменгі егінжай жаққа көз берсем, темір пештің жалынындай лапылдап дарияша жөңкілген ұшы-қиырсыз сағым толқыны егіннің арасындағы қара жолмен шаңды аспанға бұрқыратып зырлап кетіп бара жатқан. Аспанға дәу де болса әлгіндегі Қаратайдың тап өзі бар. Сол тойғанымен, шіркін, егер мамамның орнында мен болсам, оған айтуды білер едім. Сосын Қаратай маңына жоламақ түгіл қарамды да көрмес еді. Күн ыстықта суда тартылып азайып қалады. Әншейінде көгілдерленіп, аспан түстес болып жататын. Айтпақшы, әлгінде осы арада қыздар шомылып жүреді ғой. Іштерінде Жанар да болған шығар. Жанар аты қандай әдемі. Сендер де бұл қызбен танысып қоюларың керек. Осы повестің бас кейіпкерінің бірі болуға Жанар татитын қыз. Екеуміз бірге оқимыз. Жанар біріншіден кластағы ең бір ақылды қыз, екіншіден сұлу, әсіресе қызыл береткасын киіп жүргенде сондай құлпырып жайнап кетеді. Дауысы қандай шіркіннің, ән салғанда тыңдасаң, басына үкілі тақия киіп, мың бұралып қамажайға билегенін көрсең, барып тұрған өнерлі қыз, кластағы бірінші үздік оқушы. Ал енді айтып көр, оны повесттің басты кейіпкерлерінің бірі бола алмайды деп. Жанарды ойыма алсам, менің ішім гүл жайнап кеткендей болады. Мейлі, біздің класс жетекшіміз Майқанова мені жамандай берсін, сотқар деп ұрса берсін. Мен өзімнің көкейтесті арманымды, жанымның түпкіріндегі маздап жазған құпиямды Жанарға бір жөні келгенде ақтарып айтып берсем, менің кім екенімді ол таныр еді. Бәсе, қожа осындай екен ғой, талант деген түбінде жарып шықпай қоймайды дер еді. Шіркін-ай, бұлай